Барлықтарыңа сәлем, бұл мат сауаттылықтан топ 10 есеп айдары. Бұл 7-ші бөлім. Енді бізде есепте айтады 34, 15, 9, 21, 94, яғни 5 сан берілген, осы сандардың өзгеріс ауқымының цифрларын қосындысын табыңыз деген. Яғни бірінші негізі оңай есептеуіңіз мүмкін, бірақ көбісі қателесіп кетеді. Қараңыздар, бізде айтады өзгеріс ауқымын тап дейді. Енді өзгеріс ауқымы дегеніміз не? Өзгеріс ауқымы ол максимумнан минимумда алып тастағанға тең. Яғни ең үлкеннен ең кішісін азайта саламыз. Так, бізде ең үлкені қайсы? Ең үлкені 94, ал ең кішісі ол 9. Яғни екеуінің айырмасы так бізде 85 болады. Енді қараңыздар, көбісі ойлауы мүмкін, мынаяқта кейбір кезде сіздерді шатастыру үшін 85 деген ответтер тұруы мүмкін. Көбісі тұрады да соны бүйтіп белгілей салады. Бірақ бізден оны сұрап тұрған жоқ. Бізден сұрап тұрғаны цифрларының қосындысы, яғни өзгеріс ауқымын таптыңыз, одан кейін тапқаннан кейін олардың цифрларының қосындысын сұрап тұр. Яғни 8 және 5 деген цифрдан құралған, ол 8 бен 5-тің қосындысы бізде 13-ке тең. Яғни жауабы бізде 13 болады. Жақсы, сау болыңыз.